Қайырлы күн. Сіздердің назарларыңызға Шығыс Қазақстан облысының тарихи орындары атты жобамызды ұсынғымыз келеді. Туған елге тағзым жобасы оқушылардың отанына деген сүйіспеншілігін, тарихына деген қызығушылығын арттырады. Яғни бұл жобаның басты мақсаты Қазақстанның көрікті тарихи жертерін зерттеу. Біздің экспедициямыздың басты мақсаты Шығыс Қазақстан облысының тарихи ескерткіштерін көпшілікке таныстыру. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларының қазақ халқының тарихына деген қызығушылығын арттыру. Экспедицияның міндеттері оқушылардың отанына деген сүйіспеншілігін арттыру, Шығыс Қазақстан облысының тарихи орындарын зерттеп, заманауи технологиялар арқылы жас ұрпаққа мәліметтерді қызықты форматта ұсыну. Біздің экспедициямыздың басты мақсаты Шығыс Қазақстан облысының тарихи ескерткіштерін көпшілікке таныстыру. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларының қазақ халқының тарихына деген қызығушылығын арттыру. Шығыс Қазақстан облысының тарихи орындары сайты арқылы сіз облысымыздың Ақбауыр, Жидебай, Рахман Қайнары, Елеке Сазы, Берел қорымы, Шілікті қорғандары сияқты тарихи ескерткіштермен таныса аласыздар. Мәліметтер мәтін, аудио және видео форматтарда ұсынылған. Біз жасөспірімдердің көпшілігі компьютерлік ойындарға қызығушылық білдіретін ескере отырып, компьютерлік қосымша жасадық. Компьютерлік қосымша арқылы олар Шығыс Қазақстан облысының тарихи жерлерді онлайн түрде, виртуалды форматта тамашалай алады. Шығыс Қазақстанның аталмыш тарихи ескерткіштері 3D форматында берілген. Бұл қосымша арқылы жасөспірімдер өздеріне қызықты форматта туған өлкелерінің тарихы жайлы көптеген деректермен таныса алады. Әлеуметтік желілердің ішінде ең жиі қолданылатыны Instagram. Көпшіліктің назарына жобамызды ұсыну үшін Instagram парақшамызды аштық. Бұл жерде біз сайттың толықтырмаларын, қосымшаның жаңаруларын енгізіп отырамыз.